Иісі жаман болса да сүт алуым керек. Қане, қорықпай сауа берейін. Ура! Наконец-то сауып біттім ғой. Мәссаған, менде шығады деп ойламадым. Мәссаған. Оказывается, онша қорқынышты да емес екен ғой. Жарайды, жақсы болды ғой, үйреніп алдым. Все, енді өзім сүтті пісірейін. Пока что сүт піскенше, одан да мен бүгін жұма ғой, сол үшін бауырсақтарды пісірейін. Так, ал рецептін интернеттен тауып алайын. Міне, менің бауырсақтарымда әдемі болып шығып жатыр. Бұның бәрі оп-оңай екен ғой. Исінай, мен өзім жегім келіп кетті ғой. Қане, шайға отырыңыз. Де. Сол баяғы тамақты жеп уже шаршап кеттік қой. Я, бұл келін нешенге істей алмайды апа. Мына келін өзі қайда жүр, шай қоймай ма бізге? Ей, келін. Міне, келе жатырмын. Мына өз қолымнан жасаған бауырсағым. Қалай екен? Жөнеске шай қойып берейін үйдің сүтімен. Немене дейді? Бауырсақты өз қолымнан жасадым. Ей, өтірік айтпаса, сен бауырсақ жасай алмайсың ғой. Я, сен тіпті жұмыртқа да қуыра алмайсың. Бауырсақты сатып алған шығарсың, өзің жасай алмайсың сен. Жоқ, бәрін өзім жасағанмын. Ой, апа, тыңдамаңыз бұны, бұл талай өтірік айтқан бізге. Ей, жабыңдар ауздарында. Немене келінге тиісе бересіңдер, а? Неге тиісе бересіңдер оған? Жасаса өзі жасаған шығар, не болыпты соншама келінге тиісіп? Әдемі шыққан бауырсақтары. Өзі жасады, себебі мен таңертең терезеден көріп қалдым жасап жатқанын. Не істеді соншама сендерге бұл келін? Өзімен өзі жүреді. Келінді мақтаған орнына одан сайын тиісе бересіңдер. Көре алмайсыңдар ма келінді? Ертеңнен бастап сендерді бұл үйден көрмейтін болайын. Бәлесіңдер ғой, қаншама күн бойы болды уже біздің үйде тұрып жатқандарына. Ой, апа, кешіріңізші, өтінемін. Енді негізі мақтайын дегенбіз, жай ғана мақтаймыз, бірақ өте жақсы шыққан, я. Сендерден қарағанда мына қаладан келген келін молодец, уже бауырсақ жасап үйренді. Қане дәмін көрейік бауырсақтың. Исінай, өте күшті болып жасалыпты ғой, қамыры да бәрі. Өте дәмді екен, жарайсың келін. Рахмет апа, сіз бұлай айтады деп ойламадым. Сізге одан да мен шай қойып берейін, әтпесе түйіліп қаласыз. Сүтпен шай ішіңіз. Мінекей. Жарайсың, молодец. Бауырсағы да әдемі шыққан, шайы да өте дәмді. Қане, тағы да жейік. Дәмдісін ай. Ей, сендер екеуің. Я, не болды? Я, апа, не болды? Сендер ертеңнен бастап өз үйлеріңе барыңдар. Сосын келінге ешқашан тиісуші болмаңдар. Жарайды, әрине. Жарайды, апа. Жақсы, мен тойдым уже. Көп жей алмаймын мен. Жарайсың келін, молодец. Неге көңіл күйлеріңіз қатты түсіп кетті? Апамның сөздері қатты тиіп кетті маған. Маған да. Болды, сонша қағырмасаңыздаршы. Енді маған тиісулеріңізді қойсаңыздар, бұндай болмайды. Келін, бізді кешір. Я, бізді кешірші. Әрине кешірем сіздерді. Не дегенмен менен үлкен сіздер ғой. Ой, рахмет кешіргеніңе. Я, енді саған тиіспейміз. Бауырсақтан жесе бола ма? Я, әрине жеңіздер. Ана жақта тағы бар, тағы салып алып келейін, я? Сосын сіздерге шай қойып беремін. Апамыз бізді жер қылды ғой. Айтпа, соншама тиісті ғой бізге де. Мейлі болды, кішкентай келінмен ерегесіп, сонша бізге не көрінген? Я, кішкентай келін ғой бұл, жаңадан келген. Сонша бұған тиісті қой әбден. Ой, құрсыншы болды. Одан да тамақ жейік, қарны ашып кетті ғой. Я, шай қойып жүрші. Міне. Келіннің сауған сүтімен шай ішейік. Міне. Айтпақшы, келін, осы сен рецепті қайдан алдың? Интернеттен алдым. Осы біздікі қатты болып шығады ғой, апамызға үнемі ұнамайды. Я, сен WhatsApp-қа жіберші рецебін. Сенің рецебің жақсы екен ғой. Жарайды, қазір жібердім. Шынымен де дәмді шыққан бұл. Жарайсың, я. Осы кезден бастап мен осы ауылда тұрғым келіп кеттім. Себебі бұл жерде өте жақсы адамдар бар екен. Сонымен қатар мен алдында қызбен құрбы болып алдым.
Енді мен осы ауылда енеммен бірге тұратын боламын. Достар, сериал аяқталды. Сізге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз міндетті түрде. Және де видеомыз аяқталды. Давайте сау болыңыздар.